Төреғали Төрәлі өзі ұрып қабағын жарған гидпен татуласты. Бүгін Ұлы Дала баласы Инстаграм парақшасына әлеуметтік желіде видеосы тараған жігітпен бірге суретін салды. Желіде жазба қалдырып, өзін қолдағандарға алғысын білдірген. Ер шекспей, бекспейді деп бекарыс бауырымызбен мәмілеге келдік. Қарапайым адамға да, өнер адамына да ортақ республикамыздың заңы мен құзырлы органдардың тексерісінен өтіп, ресми бітімге келдік. Сүрінгенде сүйеу болған, түңілгенде тіреу болған. Алаш жұртына көп рахмет. Естеріңізге салсақ, әнші мен гид текетіресі осыдан бір апта бұрын басталып, қызу талқыланды. Төреғали Төрәлі Көлсайда бейнебаян сүріп жүрген жерінде гидпен төбелесіп қабағын жарғаны әлеуметтік желіде тарады. Осы оқиғадан кейін әнші қамауға алынып, артынша 10 миллион теңге кепіл беріп бостандыққа шыққан болатын. Енді гидпен заң аясында татуласқан Төрәлі Бекарысқа өлең жолдарын арнапты. Жас жігітті туған күнімен құттықтап, тіпті оның тойында ән айтуға уәде берген.